көпшілігіміз бай болғымыз келеді. Тіпті, егер бұл фразаның мағынасын толық түсіне алмасақ та, неліктен бай болу кедей болудан жақсы? Өйткені, күйзеліс деңгейі төмендейді. Ақшаңыз болған соң, әр қашан дәмді тамақ жеуге де мүмкіндігіңіз бар. Бұдан басқа не керек? Бай болсаңыз, сіз өзіңізді қызықтыратын нәрсені жасай аласыз. Және ай сайын жалақыңызға тәуелді болмайсыз. Оған қоса, байлығыңыз болса, сіз адамдарға шынымен де шынайы көмектесе аласыз. Байлық барлық адамды қызықтырады, бірақ көпшілігі байлықтың пайда болуының шынайы себептеріне үңілмейді. Көбінесе адамдар байлықты армандап, басына лотерея ұтысы, мұра немесе жағажайды қазып жатқанда аяқ астынан қазына тауып алуды күтеді. Ал шынымен де бай адамдар әр қашан өздерінің байлықтары қалай келгенін, қандай қадамдар жасағанын, өздерін қай жерде шектеу және керісінше ақша жұмсауға ерік беру керек екендігін жақсы біледі. Осы туралы сөйлесейік, яғни бай болу үшін не істеу қажет? Бай болудың ең бірінші қадамы әр қашан жоспарыңыз болуы керек. Бай болу үшін бай болуды жоспарлау керек. Диванда жатып алып, армандаушыларға бұл жерде орын жоқ. Барлық мәселелер мен мерзімдері бар, жақсы әзірленген жоспар ғана кез келген батпақтан сіздің шығуыңызға, бай адамдардың тұғырына көтерілуіңізге көмектеседі. Бай болуды жоспарлау, бай болуды армандау деген сөз емес. Бай болу дегеніміз, байлық әлі жоқ кезде де бай болу. Бұл жерде сөз мүлде ақшаны оңға және соңға шашып, ысырап ету туралы емес. Жоқ. Бұл сіздің ақшаңызды ақылмен басқара алуыңыз туралы. Сізде алдағы 25-30 жылға жоспар болуы керек. Содан кейін келесі 10-15 жылға жеке жоспар және тағы 3-5 жылға арналған ең белсенді және жақсы дамытылған нақты жоспар болуы керек. Бұл жоспарлар стратегияға, мақсаттарға, нәтижеге жетудің мүмкін және нақты жолдарын көрсетуі керек. Ал осы жоспарлардың орындалуы ғана байлыққа жеткізуі мүмкін. Екінші қағида: үнемдеу сіздің ең жақын досыңыз. Бұл пікірмен бәрі бірдей келісе бермейді. Бірақ сіздің мақсатыңыз баю болса, онда сізде басқа арнайы жол жоқ. Еңбекпен тапқан ақшаңызды босқа жұмсамауға тырысыңыз. Сізге заманауи, ыңғайлы өмір мен заттардан бас тартыңыз демейміз. Бірақ ненің қолайлы, қай кезде ақша жұмсау керек екенін түсінуіңіз керек. Бай адам деп айлық табысының 1/4, не 3/1 бөлігін күнделікті қажеттіліктеріне жұмсайтын адамдарды айтады. Қалғаны жинақ пен инвестицияға салуыңыз керек. Егер сіз бүгін табыстың 70%-ын жинай алмасаңыз, сізде тек бір ғана жол бар. Кем дегенде 5-10% жинақтауды да бастау қажет. Кірісті біртіндеп ұлғайту қажет. Неғұрлым аз ақшаңызды жинаққа салсаңыз, капиталды жинап, тиімді пайдалануды бастау үшін соғұрлым көп уақыт қажет болады. Бірақ мынаны түсініңіз: әр теңгеңіз сізге көбірек табыс әкелетін тетікке айналуы мүмкін. Сондықтан ақшаңызды жинаңыз, не болса соған құрта бермеңіз. Үшінші қағида: ақша ағымын беретін нәрселерге инвестиция салыңыз. Сіздің мақсатыңыз пассивті табыс әкелетін кез келген нәрсені ескеру.
акциялар мен бизнестен алынатын дивидендтер, несие бойынша пайыздар, пайдалы жылжымайтын мүліктер, жабдықты жалға беру және жалға беруге болатынын бәрі сізді қызықтыруы керек. Сіз шынымен де бай болғыңыз келе ме? Алып сату, спекуляция, мұның барлығын ұмытыңыз. Тым болмаса, әзірше ұмыта тұрғаныңыз қажет. Қай жерде болсаңыз да, сіз сатып алатын мүліктің табыс әкелетініне назар аударыңыз. Нарық құлады деп айтатындарды тыңдамаңыз. Мұның бәрі сіз не істегіңіз келетініне байланысты. Мүмкін баға қайта сату үшін түскен шығар. Бірақ мақсатыңыз жалға беру болса, айырмашылығы неде? 4-ші қағида. Дұрыс бағамен сатып алыңыз. Нағыз инвесторлар әлемінің басты даналығы. Сіз сатып алу кезінде ақша табасыз. Дәл осындай тәсілді күнделікті саудада да қолдануыңыз керек. Сіз сатып алған әрбір зат сіздің сатып алғанға дейінгі бағаңызбен салыстырғанда байқала түсуі керек. Бұл сондай-ақ 100 мың тұратын нәрсеге миллион инвестициялаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. Күнделікті мысал. Ұялы телефон сатып алу. Мен үшін бұл жұмыс құралы. Мен қазірдің өзінде телефонның көмегімен оны шығарған кезде сатқан бағасынан да көп ақша таптым. Бірақ мен оны шығарылған кезде емес, 6 айдан кейін бастапқы бағасы жартысына түскенде ғана сатып алдым. Нәтижесінде мен үшін бұл керемет баға, үлкен мүмкіндіктер әкелді және бұрынғыға қарағанда байи түсуге көмектесті. 5-ші қағида. Қарыз сіздің қас жауыңыз. Неге қазіргі әлемде дағдарыс бар екенін білесіз бе? Өйткені банктер тұтынушыларға кіріс бермейтін нәрсеге арзан несие алуды ұсынуды жалғастыруда. Басқаша айтқанда, несиеге сатып алынған автокөлік, саяхат билеті, телефон немесе азық-түлік сіздің мойныңыздағы тұзақ. Егер несиеге алған зат сізге табыс әкелмесе, ол сізге қажет емес. Несие қарызынан аулақ болғаныңыз дұрыс. Бірақ несиені өзіңіздің байлығыңызды дамытуға қалай пайдалану керек екенін түсінгенше алмауға тырысқаныңыз жөн. 6-шы қағида. Қарым-қатынасқа инвестиция салыңыз. Ақшаны ғана емес, уақытты, жүрек жылуын және құрметтеуді де жинақтай аласыз. Сіздің мұғалімдеріңіз, туыстарыңыз бен достарыңыз, әріптестеріңіз және тағы басқа кез келген адам сіздің ұстазыңыз. Олардан сіз бірдеңе үйрене аласыз. Оны қолданыңыз. Өзіңізді және басқаларды құрметтеңіз. 7-ші қағида. Өзіңізді дамытуды жалғастырыңыз. Өзіңізді дамыту процесі өте маңызды. Жаңа кітаптар, аудио дәрістер, вебинарлар мен семинарлар, тренингтер және жаңа таныстықтар. Бүгінде сіз көптеген сапалы және ақысыз кәсіби ақпарат көздерін таба аласыз. Мысалы, шет елдік банк шотын ашу бойынша тегін кеңес. Сізден бай және немесе осы технологиялардың арқасында студенттері байған адамдарды іздеңіз. Тек бір саланы ғана зерттеп қоймаңыз. Сонымен қатар, ой өрісіңізді кеңейтіңіз. Себебі, сату кезінде өнімнің бағасын дұрыс қоя білу өте маңызды. 8-ші қағида. Әр тараптандыру. Халық кеңесі барлық жұмыртқаны бір қорапта сақтамаңыз дейді. Қазіргідей теңселмелі жайсыз әлемде бұл тым тәкаппарлық болар еді. Тек әр тараптандыру ғана жинақталған активтерді сақтап қалуға
және өз жолын енді бастаған активтерді дамытуға көмектеседі. Алтын, бағалы қағаздар, бизнес, жылжымайтын мүлік, жалға берілетін жабдық және тағы басқалар. Бұл әр тараптандырудың мысалы ғана. 9-шы қағида. Қаржыңыз жетіп тұрса да, азырақ жұмсаңыз. Адам әлеуметте, социумда өмір сүреді. Ал кейде біз ақшаны қажет емес нәрселерге, сәнге, әдетке жұмсағымыз келеді. Сыртқы әсердің қақпанына түсуден аулақ болыңыз. Сіздің мақсатыңыз байлыққа қол жеткізу. Бір сәтті қуаныш пен рахат емес. Бұл ерсі естілуі мүмкін, бірақ сыртқы әсердің қақпанына түссеңіз, жылдар мен миллиондар босқа кеткенін байқамай да қаласыз. Адам өзін басқаларға жақсы етіп көрсетуге тырыспай, жай өмір сүруге ерік жігері жете бермейді. Көптеген адамдар жарқыраған шүберек пен әдемі көліктің артында өздерінің шынайы болмысын жасыруға тырысады. Егер сіз жылына 1 миллион теңге табыс тауып, 5-6 миллион тұратын көлік жүргізсеңіз, онда сіз ақымақсыз. Оған темір тұлпарыңызды жөндеуге қажет соманы қоссаңыз, біраз ақшаны банк жинағына салып, өсімін алып отыруыңызға болар еді. 10-шы қағида. Байлығыңыздың күрделі пайыздары. Кез келген байлық күрделі пайыздар заңына бағынады. $100 миллионға айналдыратын сиқыр. Ол уақыт. Күте тұрыңыз. Бұл мысалды көбінесе депозиттерді түсіндіргенде келтіреді. Бұл принцип барлық жерде сақталған. Алдымен ақша өте баяу өседі. Бірақ, егер сіз шыдамдылық танытып, байсалды болсаңыз, онда біраз уақыттан кейін ақшаңыз жылдам арта бастайды. Сіздің банкте несие бойынша дәл осылай пайда табады. Аз ақшамен уақытты салған ең бай адамдар осылайша үлкен табыс алатынын айта кетейік. Құрметті оқырман, ақпарат сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер ақпараттарым көп. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.